Өткенде мынандай әңгімелер жүрді. Бір азамат әкесін ұрыпты дейді, ұрып өлтіріпті дейді. Сондай әңгімені естігенсіздер ғой. Енді қараңыз, енді өзіңіз қараңыз. Неге ол жігіт мұсылман, Құдайдың заңын білмей ма, әкеге шешеге ұрмақ түгіл қарсы сөз де айта беруге болмайды, оларды ренжітуге болмайды дейді. А неге бұл азамат әкесін ұрып өлтіреді? Енді қараңыз, мынандай сөз бар. Бір жын дейді, бір жын 7 жынды шақырыпты дейді. Осы сөздерді мен өз басым былай деп түсінем. Бір жын деген ол біз өзіміз. Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан ғой, ашуланба және ашуланба дейді. Не үшін айтқан? Біз өзіміз осы өмірде жүрміз, біз бір жынбыз. Ашуланамыз, бір нәрсеге кейиміз. Жарайды, ол баламыз болса да, жолдасымыз болса да, басқа болса да ашуланамыз. Қатты ашуланып, өзімізді өзіміз ұстай алмай кететін кездерімізде болады. Сол кезде бір дол қатындарды көресің ғой, долданғаны соншалықты шалқасынан құлай салады. Міне. Ол кішкентай балдарда да сондай бар. Өздерінің долдығын ұстай алмай, дүкенде кетіп бара жатсын, үйінде болсын, шалқасынан құлайды. Біз оған мәз боламыз, күлеміз. Сонда ата-ана ойлану керек. Не үшін сондай болды? Яғни ол кішкентай баланың жазығы жоқ қой, оның бойындағы күнәнің бәрі ананың бойында бар. Сол күнә баласына кеп тұр ғой. Енді оның өзі бір бөлек әңгіме. Енді қараңыз. Біз сөйтіп қатты ашуланған кезде, жаңағы әкесін майып қылған, мерт қылған азаматтың сондай ашуына жоғарғы жақтағы, жоғарғы әлемдегі біздің көзімізге көріне бермейтін жындар әлемі келіп қосылып кеткен. Сондай адам сенгісіз қиын әрекеттерді адам жалғыз өзі істемейді екен. Осы әлемде топ-топ болып жүретін күштердің әрекетіменен істейді екен. Егер сіз жақсы жүріп, жақсылықты көп жасап жүрсеңіз, өзіңіздің әруағыңыз сондай болса, сізге мынау тылсым күштегі жақсы, таза әруақтар қуат береді. Топ-топ болып жүрген қуат береді. Жаңағы электрдің қуаты сияқты, ол қуаттың қайдан келгенін сіз өзіңізде аңғармай қаласыз. Ата-бабаңыздың әруағы ма, жоқ топ-топ болып жүрген әруақтар ма? Біз тек қана өзіміздің барымызға ғана сенеміз да, өзіміздің ақылымыз, өреміз жетпейтін дүниеге сенбейміз ғой. Баяғыда самолет сияқты ғой. Ойбай, мынау не десек, самолетің ол ұшақ болып шықты. Енді қараңыз. Сонда мына азаматқа қатты ашуланған кезде, ата-бабасынан қалған, немесе басқа қара жындар қаптап жүрген, қосылып кеткен. Сөйтіп ол азамат әкесін өлтіріп күнәлі болып қалды. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ойламаңыздар, тек қана біз бармыз, болды деп. Ол тылсым күштің барын баяғыда қазақ біледі ғой. Баяғыдан біледі қазақтар. Ешкім ешқандай жаңалық ашып отырған жоқ. Қыдырәлі Тәрібаев ағамыздың да жұртшылықтың жүрегіне мөр салғаны сол ғой. Таза жүр, таза тұр дейді. Ол деген сөзің өтірік айтпа, ешкімді алдама, арақ ішпе, шылым шекпе, жақсылық жаса, біреуге қиянат етпе деген әңгіме ол. Біз не істейміз бұл өмірде? Біз бір-бірімізді алдаймыз. Бәріміз маска киіп алғанбыз ғой. Өтірік күле саламыз, өтірік жылай саламыз, өтіріктен өтірік жанымыз аши салады. Өзімізден төмен адамды менсінбейміз. Жоғары адам келсе жалбақтаймыз. Осыған орай Құранда бір мынандай сүре бар. Құранды оқыған кезде әркім өзіне керегін алады. Сондықтан тәңіршілер сөйтіп айтты, пәленше бүйтіп айтты демей, Құранды оқу керек. Құранды оқыған кезде мынандай сүре бар.
Менің бір осал жерім несінші аят, несінші сүре екеніне мән бермеппін. Ей Мұхаммед, көрпені орап жатып алдың. Көрпені орап жатып алдың. Әркімді тура жолға салатын мен деген сүре бар. Ал сен тек қана әрекетіңді жаса, менің айтқанымды ғана орында деген. Көп алма деген сөз ғой енді. Құдай тағаланың. Барлық адамды біз бір жолға салатындай боламыз ғой. Ал шын мәнінде әркімді жолға салатын өзінің әруағы. Енді қараңыз, бір сүреде мынаны айтады. Ей Мұхаммед, ойымның бөлініп кеткенін қарашы. Бірдеңені айтам дегенде бірдеңеге ауысып кеткен кезде осындай болады. Ешқандай өтірігі жоқ, бірақ былай дейді. Ей Мұхаммед, кедей келсе дейді, менсінбейсің дейді. Пәленшенің малы жоқ, ол тақыр кедей, қайдағы мұсылман шығады одан деп менсінбейсің дейді. Ал енді бай келсе жалпақтайсың дейді. Кімнің қандай дәрежеде мұсылман болатынын сен қайдан білесің дейді. Осындай сүре бар. Мен тупа-тура жаттап алған жоқпын, бірақ осындай мағынасы бар. Біз кедей көрсек менсінбейміз. Ойбай, қош, ананың ұлы жоқ, ананың қызы жоқ, ананың общем перзенті жоқ, ананың дүниесі жоқ, ана боққа батып жатыр деп теріс айланып менсінбейміз. Ал енді бәрі бар болса, төрт құбыласы сай адамдар бар, бай адамдар бар, дәу адамдар бар. Оларға біз жалпақтаймыз. Сонда осы сүре бізге тура келмей ма? Кеп тұр ғой. Осы сүре, аят кеп тұр ғой. Сондықтан Құран ол бүкіл адамзатқа жіберілген нәрсе. Намаз оқисың ба, оқымайсың ба, ол сенің өзің шаруаң. Бірақ та сондай қиын жағдайлар болып жатқанда адамның өмірінде біреу әкесін өлтіріп жатады, біреу шешесін өлтіріп жатады, біреу тағы біреуді өлтіріп жатады. Біз негізі сөзбен өлтіріп жатамыз бір-бірімізді. В начале было слово дейді ғой. Аузымыздан шыққан сөзге біз еге болуымыз керек. Біз балаға да айта саламыз, үлкен қарияларға да ойланбай дүңк-дүңк кетіп сөйлей саламыз. Соның бәрі өзімізге кесір болып тиеді екен. Оның бәрі энергия екен, кетіп жатқан. Ертең сол энергия өзімізді соғады, өзімізге тиеді сол сөздің бәрі. Сол себептен жанат бақыттан және оның сөздерінен, оның өзінен шошынудың керегі жоқ. Тырнағы өсіп кеткен сояудай боянып алады, еріндерін жаңа ісіртіп алады. Оның бәрін көріп жүрміз, көзіміз бар. Бірақ та анау анандай деп ананы ысырсаң, мынау мынандай деп мынаны ысырсаң, бізде жақсы адам қамайды. Абай атамыз айтқан ғой, тірі кезінде бәрі сөзбе-сөз аузыма түспей тұрғанын қараңызшы. Тірі кезде бәрі жаман болады да, әруақ болған кезде бәрі жақсы болып кетеді екен. Бұны қалай түсінуге болады деп Абай атамыздың 40 сөздері бар ғой, қара сөздері бар. Міне сонда айтылған. Сол себептен біз әруаққа тіл тигізбеген адамбыз ғой. Өзімізді зерттейік, өзімізге үңіле түсейік, өзіміздің әулетімізді зерттейік. Әр адам не өзіміздің әулетімізге жағады, не жақпайды. Негізі Құдай тағаланың заңын бұзу бәрімізге жақпайды ол. Қызғаншақтық, көре алмастық, іштарлық деген. Міне, егер сіз қызғаншақ болсаңыз, сіздің ата-бабаңыздың бойындағы сондай теріс қасиет сізге жабысып қалады. Сосын сіз таза арнамайсыз. Мына аталы жолдағы кимешек киіп, кебіс мәсі киіп жүрген адамдар не үшін қиналып жүр деп өзіме сұрақ қоям да. Не үшін олар қиналып жүр? Өйткені олардың көзқарасы шектеліп қалды. Шектеулі нәрседен не сұрайсың деген ғой. Абай атамыз айтқан ғой. Шексіз нәрсе тұрғанда шектеулі нәрседен не сұрайсың деп Абай атамыз айтқан. Жоқ, әлде мен сәл
дұрыс айтпай отырмын ба, дұрыстап жіберсеңіздер. Сондай шектеліп қалмау керек та. Шектеліп қалғанда ол қызғаншақтыққа, ренішке, сондай қаралыққа біз бой ұрамыз. Сөйтеміз де басқаға да тіліміз тиеді, өзіміздің де кім екенімізді байқамай қаламыз, өзімізді зерттемейміз де, өзгемен жұмысымыз болып кетеді ғой. Анау үйтіп жатыр екен, мынау бүйтіп жатыр екен, мемлекет сөйтіп жатыр, Тоқаев үйтіп жатыр, Назарбаев бүйтіп жатыр, Жанат Бақыт сөйтіп жатыр деп біреумен ісіміз болып кетеді да, өзімізді зерттемейміз, өзімізді бақыламаймыз. Сөйтіп ата бабамыздың қаралығына жалғанып кетеміз. Ол ата бабамыздың бойында қаралық та бар, жақсылық та бар, ақтық та бар. Сол ақтыққа жалғанып, сол ақтыққа жабысу керек мына заманда. Сол себептен құрметті ағайындар, біз бір-бірімізді сөзбен өлтіріп жатырмыз. Біреуге қатты сөз айтсаң, жанына бататын. Сен оны өлтіресің, сосын өзіңді өлесің. Одан не пайда? Жақсы сөз жарым ырыс деп ата бабамыз айтып кеткен ғой. Ата бабамыздың ақтығына жабысайық. Мейлі өз ата бабам болса да, дүние жүзі танитын сондай ата бабаларымыз болса да, бәрінің ақтығына жабысу керек. Сол себептен әруақтан пайда жоқ емес, әруақтан көп пайда бар. Ол әруақтан сіз пайда аласыз ба, алмайсыз ба, ол өзіңізге байланысты болып тұр ғой. Өзіңіз боққа батып жатсаңыз, сіздің ешкімге пайдаңыз болмайды екен. Өзіңде жоқ болса дейді, қазір байлар айтып жатыр ғой, өзіңде жоқ болса сен кімге жәрдем бересің деп, адам деген бай болу керек деп. Бірақ біз байлықты тек мына рухани, сосын мына материалдық байлыққа әкеп тіреміз. Шын байлық, шынайы бақыт ол сіздің сүйіспеншілігіңіз. Құдай тағала бізді сүйіспеншіліктен жаратқан. Біз сол махаббатқа жабысуымыз керек екен. Ол махаббаттан пайда жоқ емес. Ол қалай сүю керек, қалай жақсы көрек, қалай жақсы көру керек. Міне соған біздің ақылымыз жетпейді. Өйткені Абай атамыз айтқандай, біз ақылға жүгіне береміз. Сөйтеміз, анау жақсы, мынау жаман деп сорттап тастаймыз. Мынау болады, мынау болмайды деп сорттап тастаймыз. Олай емес, біз жүрекке жүгінуіміз керек екен. Жүрек ол махаббаттың мекені. Махаббатта жүрегіңізді махаббатқа билетпесеңіз, онда басқа қаралық билеп кетеді. Сондықтан қаншалықты жеткізіп айта алмадым. Негізі Жанат Бақыттың жолы дұрыс. Бұл қыздар барлық жақты қамтып келе жатыр. Барлық нәрсенің пайдасы бар. Ана сүтсайдың пайдасы жоқ, мына мұсылмандардың пайдасы жоқ, олар өткен шақ деп отырған жоқ. Жан жақты алып жүр ғой. Мұсылманға жолап қалсаң, тәңіршіні жамандайды, тәңіршіге жолап қалсаң, мұсылманды жамандайды. Сол қазаққа қазақ қарсы шығып жатыр. Одан не пайда шығады? Одан не пайда? Кім қандай пайда алады одан? Қарсылықты туындатады дейді. Негізі ондай бір жақты болмау керек. Жан жақты зерттеңіз. Әр адамның жақсы жағы бар. Сол әр адамның жақсы жағына ұмтылу керек. Соны көре білу керек. Соған жабысу керек. Ал бізде қоғамда не болып жатыр? Бізде қоғамда тек қана жаманшылықты көреміз, кемшілікті көреміз да, тыржиып шыға келеміз. Ондай кемшіліктің апасы да, көкесі де өзімізде жатыр ғой. Өзімізді қазбаламаймыз, өзгенің өмірін қазбалап, соған анализ жасап, соның сыбағасын беруге дайын тұрамыз. Сондықтан мен Жанат Бақытты тыңдаңыздар деп жарнама жасап отқан жоқпын. Мен еш нәрсеге жарнама жасамаймын. Мен тек қана өзімнің көзқарасымды айтып отырмын сіздерге. Өзімнің көзқарасымды. Адам, мына мөр алдым, мөр алдым. Қыдырәлі Тарыбаев ағамнан, Бақытбай Сейітов атам басымнан сипады.
соның бәрі не, соның бәрі жақсылық. Бірақ бір ұстаздың бетіне қарап отырмау керек. Ұстаз деген көп. Сіз кімнен нені үйренесіз, соның бәрі ұстаз. Біздің бірінші ұстаздарымыз ол біздің өзіміздің ата тегіміз. Өзімнің бабам, өзімнің әке шешем, өзімнің тегім, бұтағым, бәйтерегім. Бәрімізде бар ғой ондай бәйтерек. Өзіңіздің тегіңіз бірінші ұстазыңыз, сол өзіңіздің тегіңіздің жақсылығын шығарыңыз. Қаралығын бізде әке шешем өмір бақи айтып өтті. Ой, сендер аман болыңдаршы, бала шағам аман болсын деп. Құдай сол тілеулерін берді. Қартайғанда сондай тілеуге жету үшін адам жастайынан сондай жақсы, мынандай ұятты, құдайшылды болу керек. Ол сен қартайғанда жақсы бола салмайсың ғой. Сол жақсы қартаю үшін жастайынан дайындалу керек екен ғой адамдар. Кейбір адамдарды, қария адамдарды көрсең, әдемі қартайғанда қасына барып осы үйкелгің келеді. Мен өзім анамның есі шықпайды. Әкем қандай жуас еді. Енді кейбір қарияларға жақындасаң, осы бір ыршып, бір қасына жолағың келмейді. Сонда жастайынан адам дайындалу керек. Қартайғандыққа дайындалу керек. Біз Құдайға жол алдық қой бәріміз. 1000 жыл өмір сүрмейміз. Сол себептен Құдай көзіңе көрсетіп қойса көресің ғой, кейде бір жаңағы жағымсыз бір адамдардың энергиясынан шығып жатқан нәрселерді байқайсың ғой өзің. Бірақ мен оны айта бермеймін, сенен сондай нәрсені көріп тұрмын деп айта бермеймін. Керісінше оны айтпаймын да, сосын оған жақсы сөз сөйлеп, мына махаббатымды, жақсылығымды, бойымдағы махаббатпен, жақсылықпен бөлісуге тырысамын. Бізге пайғамбарларымыз, өзіміздің ата-анамыз, тегіміз, ата-бабамыз бәрі соны айтып кетті ғой. Біз неге сол жақсылыққа ұмтылмаймыз? Сондықтан шошымаңыздар. Тырнағын 10 сантиметр қылама, шаштарын бірдеңе қылама, шірдеңе қылама, еріндерін, денелерін. Мен өз басым ондайға мән бермеймін. Өйткені ол адам өзі жауап береді ғой Құдайдың алдында. Құдайдың алдында өзі жауап береді. Біз біріміздің өмірімізге біріміз соншалықты қатты былай шекарамыздан асып кетпеуіміз керек. Шекарамыздан асып кетсек, біз өзіміздің маңдайымызға тарс етіп тиеді. Ойбай, мені бастықтарымыз деп жатыр, кешіріңіздер.